Ерке Есмаханды Лондонның төрінде қыз туды деп жазды кейбір ютубер арналар. Ал олардың Еркені 2 мәрте ана атанғанына бақытты ана Ерке оқырмандарына былай жауап қатты. Ютубта сүйінші сұрап жатыр ғой, Ерке босанды деп. Аллам жеңілдігін берсін, жеңіл толғақ берсін. Иә, соны көрген туысқандарым хабарласты ғой, рас па деп. Ерінбейді екен сондай жасайтындар. Не деп жатыр, қыз ба, ұл ма? Ой, бұл елдің қызық әңгімесі. Сені аңдып туған ғой. Мен де туып болмай миды аштым ба? Өзім соңғы апталарда барымша есте сақтап, қызықты сәттер өткізудемін. Әкесі менен қатты дайындалып жүрмін. Бөлмесін жабдықтап, бәрін қолмен жасап көрсетемін сосын. Көп зат алып жатқан жоқпыз, орын алмасын деп. Тек керегін ғана. Үйде атмосфера осындай. Туған күніңізге туыңыз подарок. Сосын өмір бойы бір-бірімізге жағаласып жүреміз ба? Жоқ. Мен өзімді жақсы көретін эгоист адаммын. Өз туған күнім өзіме қалсын. Тек менің күнім болып. Барымша туған күніме жеткізбеуге тырысамын. Алла бұйыртса. Үйіңізде всегда музыка ойнап тұрады ғой. Сіз Құран тыңдайсыз ба? Жай сұрақ. Әрине, оған қоса шаңырағымызда жолдасымның 5 уақыт намазы бар. Шәй, тамақтан соң міндетті түрде батасы бар. Жұма сайын оқылатын Құраны бар. Бірге интернеттен қарайтын ислам аясындағы фильм, уағыздар бар. Шүкір. Енді жолдасыңыздың намазы, ол ақыретінің азығы ғой. Ал сіз ше? Менің мақсатым жолдасымның разылығын алу. Алла бұйыртса, ал 5 парызым үшін уайымдамаңыз. Жасы кіші жігітке күйеуге шықты дегендерге не дейсіз? Дым демеймін. Әлемде біздің Қазақстанда кейбір жанұяларда қандай жауыздық болып жатқанын көріп, біліп отырсыздар. Еркектің қолынан қаншама әйел, бала қорлық көріп отыр. Бақытты болу немесе шаңырақтың шайқалуы ештемеге қарамайтынын қалай әлі түсінбейсіздер. Қаншама еш жиған, орта жасқа келген еркектер әйелдерінің өмірін бұзып, үзіп жатыр. Ер адамның әйелін аялауы, сүюі, бағалауы, аманатын қорғауы жүрегіндегі иманы мен тәрбиесіне байланысты ғой. Ал сіздер әлі сол айналып кеп жасты ойлайсыздар. Ақыл жаста емес, баста. Гүлназ Жолановамен араласпай кеттіңіздер ме? Араласамыз әрине, екеуміздің де өміріміз 180 градусқа өзгеріп, көп уақытымыз жоқ кездесуге. Бірақ әрқашан хабардамыз. Гүлназ Жоланованың бүгін туған күні. Құттықтап қойыңыздар. Бақытты бол Гули, барлық арман тілектерің орындалсын. Сізге неше түрлісін жазатын әжелерді сотқа беріңіз. Ой, не қылам, уақытымды құртып, апалар жазды, өз қателіктерін түсінеді, қойды. Бұлайша кек ұстап, ішімде қалып қойған ештеңе жоқ. Я же добрая. Шынымен де бұл әншілер де біз сияқты адам ғой. Оларды тыныштықта өмір сүргісі келеді. Алып қашпа әңгімелерді қояйық ағайын. Арнаға жазылыңыз, саламатсыз ба? Қалайсыз? Мал жанаман ба? Сіздің жауабыңызды видеоның астындағы комментарийде күтемін. Беттеріңізден сүйдім.